Жоғалған жүзік. Сара Дарлинг деген әйел Билли Рей Харрис атты баспанасыз, қайыршы еркектің алдында тұрған ыдысына ақша салған кезде байқаусызда өзінің $4000 бағаланатын жүзігін түсіріп алған екен. Соңынан ол жүзікті көрген қайыршы жігіт қымбат заттар дүкеніне кіріп, бағасын біліпті де, өзі қанша кедей болса да, жүзікті сатып жібермей, иесінің қайта айналып келуін күтіп сақтап қояды. 2 күн өткен соң Дарлинг ханым келіп, «Мен осында қандайда бір затымды қалдырдым бекен?» деп сұрағанда, Харрис мырза, «Мына жүзік пе?» деп жүзігін ұсыныпты. Осылайша, өзіне аса қымбат болған жүзігін қайтарып алған Дарлинг ханым қуанғаны соншалық күйеуімен бірге Харрис мырзаның өмір баяны, адалдығы туралы ғаламтор арқылы насихат жасап, оған $4000 жинап беру үшін әрекет жасайды. Есесіне, аз ғана мерзім ішінде олардың Харрис мырзаның атына ашқан есеп шотына $185,000 жиналыпты. Сондай-ақ Харрис мырзамен телеарнада сұхбат жүргізу арқылы оның 16 жыл бойы байланысы үзілген әпке қарындастары да табылыпты. Ал қазір Харрис мырза өзінің жеке баспанасы бар, еш нәрседен кемдік көрмей өмір сүруде дейді. Амантай Тойшыбайұлы. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.